Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы, рахмет, ассалаумағалейкум. Бұдан алдын мен құрылыс саласын істегем, рабочий. Үміт, бізге дейін не істедің? Енді естуім бойынша біздің тілмен енді гастарбайтерство дейді ғой. Өзбекстан қаласынан. Өзім Өзбекстан қаласының тұрғыны да, Өзбекстан. Временно Каспийдің өзімен айналымға шығып алған балалар. Ассалаумағалейкум, тендер жаса көрермендері, қалайсыздар? Және болашақ мың батыр мүшелер. Бізде кез келген қалада офис ашылған. Кез келген қалада мың батыр орталығы ашылған. Әр қала мың батыр орталығының мамандары миллионды бағындыру керек. 40 күнде миллион принципі де сол үшін. 40 күн бұл трамплин. Миллион бұл принцип емес. Бірақ кез келген адамға 1-2 миллионды бағындырып үйренген адам арғатай жеңіл қадамдар алған. Бүгін бізде қонақта Мұхтар және Үміт бауырымыз. Бұл Мұхтар мен Үмітте мосты жағып жіберіп келген балалардың бірі. Бізде мосты жағып жібер деген принцип бар. Өйткені артыңа вариант қалдырма. Артыңа вариант қалдырсаң, кез келген салада кіре алмай қаласың. Сол үшін беріліп сол салада кір, сол саланың маманы боласың. Тендерда нөлден кеп аз уақытта оборотқа шығып, айлық табыстарын миллионнан жоғарыға шығарған балалардың бірі Мұхтар мен Үміт. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы, рахмет, ассалаумағалейкум. Енді Мұхтарғали, негізгі аты Мұхтарғали. Мұхтарғали, бізге келген себебің, қалай келдің, қалай шешім шығарып келдің? Және қанша уақыт көріп жүрдің? Көп жастар осы жерде шешім шығаруда бір қиындық туындатып жатады екен. Мен келсем қолымнан келе ма, яғни бола ма? Әр адамның нәтижесін күтіп жүреді. Өзінен қарағанда өзге нәтижесін көру арқылы шыққысы келеді. Енді өзіңде солай болды ма, және сен сол кездегі қорқынышты қазір қалай жеңе алдың? Негізі бұл тендер саласы негізінде еркіндіктің жолы екен да. Мысалға сен өзің әрекет жасайсың, соған берекесін береді. Еркіндікті аңсап келдік. Шыны керек, біз оған дейінгі осы тендер саласына келгеннен бұрынғы жұмыстарымыз таңертең келіп, кешке келесің, айдың соңында айлығыңды аласың деген дүние да. Не жұмыс жасадың? Бұдан алдын мен құрылыс саласын істегем, рабочий компанияларда құрылысшы болып істедім. Ол құрылысшыларды көрсеңіз, басында каска киіп жүрген адам болып жүрген еді. Қазіргі таңда Аллаға шүкір, шамалы өзгерістер бар, өмірге деген көзқарас. Сіз айтпақшы мост жағып жіберіп, бірден тәуекел етіп, ол жерде де тауып атқан табысымыз ертеңнің берекесі жоқ ғой, шындығына келгенде. Ол енді кәсіп жолында Омер айтып кеп ұйықтайсың. Ол кезде адамда не дейді, кәсіпкер болуың үшін бірінші энергия керек дейді. Энергия болмаса ешқандай сен қиындықты жеңе алмайсың. Ол былай қарасаң, мен өзім еркіндікті аңсап келдім, сіздерді мен жарнамалардан көрдім, солай зерттей бастадым. Өзім қалай айтсам болады, бірінші ол зерттей бастап көрдім, істеуге болатын дүние. Былай қарағанда өмірдің өзі аласың, сатасың, аласың, сатасың. Өмір сондай болып тұр қазір. Сол сияқты таза табыс екенін көзің жетті ме? Иә. Қолға ұстамай жеткізе алу. Мемлекетке байланыстыра алу екенін бірден анықтай алдың ба? Иә, анықтай алдым. Бірінші біз қатысып жүрген кезде мемлекеттік мекемелерге баратынымызды біліп отырмын да. Өйткені ол мемлекеттік мекемелері осы жариялайды. Как сен базардан алдың, басқа жерге бердің деген дүниелер ғой. Алым салып негізі былай айтқанда. Негізі қай жақтан тумасыз? Мен негізі Түркістан облысы, Сарыағаштан. Осы Алматы қаласына қашан келдің? Алматы қаласына мен негізгі 2017-те келгем. 2017-те келгенбіз. 4 жыл не істедің? Негізгі 4 жылдан бері құрылыс саласын жүрдік. Құрылыс. Иә, сол салада жүрдік. Сол саланың өзін тендерде опытқа айналдыруға болады ма? Негізі болады. Біз негізі сол тендерге құрылыс саласының техникалар болады өзіне. Сондайларды ұтып алсақ, өзіміз істеген компанияларға бірлап айтты, сондай идеялармен келгенбіз негізі. Ал бірақ негізгі көп барлық дүниелерді қарым-қатынасқа айналдырады да. Мысалға біз негізі құрылыс саласы ретінде келеміз дегенбіз, біз тұрмыстық техникалар бар. Қазіргі таңда үйде қолданылатын пылесос, диспенсер, офистерде тұратын. Сондай дүниелермен айналысып кеттік. Біз өзіміздің нишамыз тұрмыстық техникалар жағы екен да. Солай кетіп жатыр да. Ал бізге енді негізгі тура бағытта ниша жоқ. Көреміз, қараймыз. Товар ол жылдам инвестиция ғой. Енді арғатай негізі жұмыс бойынша, қызмет бойынша құрылыс саласын алып арғатай дамытуға мүмкіндік бар ғой. Иә, негізгі болашақта соған стремление бар ма? Иә, болашақта Алла бұйыртса, сондай керемет. Бірте-бірте қадамдармен. Үміт, бізге дейін не істедің? Енді естуім бойынша
біздің тілмен енді гастарбайтерство дейді ғой енді. Иә, гастарбайтер жұмыс жасағам Ресейде, Мәскеу қаласында. 2018 жылы барам. Негізі қай жақтан Ресейге бардың? Өзбекстан қаласынан. Өзім Өзбекстан қаласының тұрғыны да, Өзбекстан. Ташкент қаласынан. Сол жақтың қазағы боламын. Сол жақтың қазағысың. Ресейге жұмыс жасауға? Жұмыс жасауға барам. Қанша жыл жұмыс жасадың? 3 жылыма бір фабрикада жұмыс жасаймын. 1,5 жылдай рабочий болып жұмыс жасаймын ол жерде. Сосын ол жерде вакансия ашылады операторлық маманына. Оператор маманы мен гражданствоны қарап отырмын. Бізді Ресейде жүріп көрдің ба или осында келіп? Ресейде жүріп көрдім сіздерді. Неге? Қазақстанға қайту керек болды ма? Жоқ, Қазақстанға қайту керек болды. Ресейде мен көрдім тендер деген. Біздің жұмысымыз көбінесе тендерге байланысты болған. Тендерде біз бір заказ ұтсақ, сол жыл бойы біз сол товарды істеп шығаратын товарды біз істейтін едік біз. Ресейдің тендері. Сосын мен тендерді өзім қарап көремін, мен түсінемін ғой, документация өзім кішкене жақсы түсінемін. Тендер сырттан қарадым. Өзбекстан тұрғыны болған, бірінші Өзбекстан қарадым мен. Өзбекстанға сөйтсем кіру анша қиындау екен. Сосын Қазақстан қарастырдым. Қазақпын ғой, не үшін Қазақстанда туған туысқандарым бар да. Өзім барайын деп жұмыс тауып бір. Осы тендерсіз Ресейдегі айлығың негізі қанша болды? Ресейдегі айлығым где-то 350-450 сондай. Біздің теңгемен? Теңгемен айтатын болсақ. Айлық. Бізге қашан келдің енді? Осы май айында келдім 2021 осы. Май айында келдім. 40 күнде миллион курсына қашан келдің? 40 күнде миллион курсына июльдің. Өте керемет. Июльдің курсының бағасын 130 кірген болсам, соның 3-ші күні сабағында уже тендердің емес курсының бағасын жабамын мен. 3-ші күні табысқа шығадым? 3-ші күні табысқа шығадым. Бір лот ұтып алам, ол колючий провод болады. Колючий провод, шекаралар қоршауға. Оны мен Ресейден алып келем деп ойладым. Сөйтсем өзіміздің базарда бар екен, Байсат Алматыда. Байсатта бар екен. Мен бірінші қымбатын қарастырдым, качество мықты болсын деп. Сосын мен сатып алуға барар кезде заказчикпен звондасып келсем, осындай Ресейді қалмаппыз деп айтамын, Ресейге ГОСТымен. Аналогы Қытайда производствосы бар дедім, местный производство бар. Сол местный арзандау тура келеді, 97 мың сатып аламын, 330 мың доғырға отырамын. 330 мың, 97 мың товар? Не, 97 мың товар. Таза пайда 230 мың пайда болып тұрыпты. Почти екі есе ақтап. Үшінші күні? Үшінші күні. Өте керемет. Тендер деген бірден инвестиция екенін көзің жеткен шығар? Көзім жетті сол кезде. Оның ары қарай. Енді сен мысалы Қазақстан азаматы емессің, иә? Жоқ, Қазақстан азаматы емеспін. Кімнің ИПС тоғысымен жүрміз? Өзім ағам ИПС-мен. Ағаң? Әкемнің немесімен, әндесімен ИПС-мен қатысып жүрмін. Бұрын осы жерде болдың ба Қазақстанда? Иә, осы жерде Қазақстанда болғам, мен туысқандарым бар осы жерде, туған туысқандарым. Вот солар қонаққа келіп кетуші едім. Енді осы жерде Қазақстанда гастарбайтер боласың? Жоқ, гастарбайтер болам. Енді өзім істейміз деп солай шешім қабылдадым, өйткені біреуге жұмыс істеу, айлыққа отыру уже жамайын деп. Енді жаңа айтып отырсың енді. Бізде қазір не? Қыркүйектің 27-сі. Қыркүйек айын 1,800,000-ге жауын деп отырсың. Құдай қаласа. Негізгі нишаң? Нишам қазіргі соңғы время военный заттар болып тұрды. Военный заттар деген оружие ондай нәрселер емес. Киімдермен обеспечить етіп, химический заттармен, сол деген маска немесе басқа защитный заттар. Сол. Анжол бір зат Астанаға жеткізді. Противогаз жеткізді. Оны біз ойдағы болған біз хранилияны 2018 немесе 2019 жылда береміз деп ойладық. Жоқ, олар бізді заказчигіміз прям тіреп тұрды, 21 жыл тауып бересіңдер деп. Оны тауып бердік, өз-өзін жауып кетті ол. Өз-өзін жауып кетті. Керемет. Қазір соны нишаға болатсың ба? Иә, соны нишаға болды, өткенде көп спрос болып тұр оны. Мүмкіндік бар ма екен? Мүмкіндік бар болған. Ал Мұхтарғали, сенде ниша бар ма? Ниша бізге қазіргі таңда сол тұрмыстық техникалар ғой, жалғымыстық. Соларды көрсек, уже біз қатысамыз. Конкурентке қалай қарайсыңдар енді? Көп адам үшін конкуренттен бөлек енді алғашқы капитал бастаған кезде қалай бастады? Алғашқы товарға ақшаны қайдан? Өзімізде шамалы бол, бірақ енді біз қатысқан затқа жетпеді. Мына қазіргі таңда технология дамыған заман, Каспий деген нәрсе бар мысалға. Мысалға бір затты аласың, осы бір затты Каспийге аласың. Сен мемлекеттік мекемелерге жеткізгеннен кейін, сен ол жерде уже
15 күннен кейін түседі ақшаң договорың барлығы келісіммен. И соны мысалға сен 100 мың алсаң, ол қосылмайды, үстіне ар жақтан түскен ақшаңды соны қайтып жауып тастайсың, үстіне маржан алып жүре бересің да. Солай мүмкіндіктер бар да. Каспидің өзінің айналымға шығарды ғой. Солай болады. Мысалы ода еще бонус береді, мысалы бонустың өзін қолдануға болады. Вот тендерде қолдануға болады да негізі. Тендерде Каспи KZ-тің өзін қаншама мүмкіндікке пайдаланып жүргендер бар. Каспи KZ-тен товар алып, Каспиден рассрочка ақша алуға болады қазір. Временно Каспидің өзімен айналымға шығып алған балалар. Және Каспи Ред бар, товарды Каспи Редтен алып, жауып, 3 айдың ішінде айналымға шығып, қайтадан Каспи Редтен толықтай жауып алғандар. Бұл мүмкіндікті көрем деген адам енді кез келген уақытта көреді ғой. Иә, көреді. Негізгі енді Мыңбатырдың, Алматы Мыңбатырдың қазір лидер болуға дайынсыңдар. Көмегі, Мыңбатырдың көмегі. Иә. Мыңбатырдың көмегі негізі тиіп жатқан, сендерге тиіп жатқан көмегі. Несімен тиімді деп айта аласыңдар? Мысалға біз бір жұтқан, жаңылыспасам екінші, үшінші жұтқан затта Мыңбатыр орта біз офиске барып жүреміз. Сол кезде біз ұттық осындай зат, осындай чатқа жазып жібересің, яғни сол офистен сұрайсың, офистегі жігіттерден. Осындай біз осындай зат ұтып алдық бір затты. Сондай таныстарың бар ма еді дейсің, ол шығады, через танысына шығады, сонымен сонымен бір таныс ортақ бір түйін шығады. 50 адам жоқ дегенде 10 сұрақтың жауабын айтқан кезде 500 сұрақтың жауабы дайын ғой. Сол үшін де Мыңбатыр қараңыз. Бүкіл 17 қала сол үшін де ашылып жатыр. Сіздің қасыңыздағы адамдар арқылы сіз өз проблемаңызды шешіп алып жүресіз күнде. Өйткені өмір ол проблема шешуден ғой, проблеманы қашудан ешкім ұтпайды. Қашсаң, жараның бетін жай ғана жазып қойғанмен бір дейсің. Оны толықтай жазбасаң, ол проблема шешкендей болмайды. Өйткені бізде болмайтын мәселені біреу арқылы шештіріп алып жүргісі келеді. Айланып келгенде жастар өз шешіп жүр, өз мәселесін өз шешіп, бізде қазақта өз қотырыңды өзің қасы. Тура сол сияқты өз қотырларын өз қазып, өз жараларын өз шешіп жүрген балалар. Енді болашаққа, оборотқа қалай жұмыс істеп отырмыз? Біздің система 10 миллион оборот. Қашан шығамыз 10 миллион оборот? Алла бұйыртса, негізі бір товар жабасың, содан түскен ақшаны қайттан салсаң, ол оборотта жүре береді. Сен главный пока что қазіргі таңда өзің жеп ішуіңмен жататын 10 мыңға салып тұрсаң, қалған оборотқа сала берсең, Алла бұйыртса бір жылда дегеніңе жетесің да, салып жүрсең. Енді қаржылық сауаттылық дейді, оны оңды солды шаша берсең, ол жиналмайды да, желательно үнемдеу керек. Қаржылық сауаттылықтың ең бір төресі үнем мен шыдам деп жатырмыз. Әсіресе жастарға керек. Расымен де жастар емес қазір өзі кез келген адам ақша тауып бастаса, бұлды құрта бастайды да. Ақша тауып алса, қымбат дүние өзіне сатып ала бастайды. Арманын бірінші сатып алады, жарты жылдан кейін қарасаң, не ақша жоқ, не оборот жоқ, тағы жүреді. Сол үшін жастар дұрыс жасап отыр. Үміт, оборотқа жұмыс істеп отырсың ба? Иә, оборотқа ұтқан товарымыздың нәтижесін бәрін алған соң, және ары қарай келесі товарға қоямыз. Сол 100 мың теңгеден бастағам, сол колючий проводтан. Старт 100 мың теңге болды, 100 мың теңге болды стартым. Өте керемет. Енді шынымен де Steam деген адамға тендерде мүмкіндік жете ме? Жетеді. Steam деген адам. Білмейтін затыңға түсіне дегенсің да, мысалға көп заттар кіресің да, бір лотқа үлкен ақшаны бөліп қояды, қарайсың, не зат ол? Көп ақша болған адамдардың көзі соған кетеді, азған. Енді үлкен маржа қайдан түсті бірінші? Бірінші үлкен маржа енді қайдан түскенде бізге маған үшінші, төртінші товарын жабатын кезде мынау бір базон деген бір зат дүние бар екен, мынау мектептерде гүлегіліп тұратын. Соны 1-3 пайда қалды. Мысалға ол негізгі ол өзіңнің тіл байлығын дамып тұрады. Мысалға енді заказчиктер дейді ғой, мемлекеттік мекемеде отқан адамдармен тіл байлығын дамытып, олармен енді ұқыпты сыпайы дұрыс сөйлесу арқылы олардың дұрыс бағыт бағдармен жұмыс жасай аласың. Солай мен базоннан 1-3 қалған дүниелер бар. Оны алып, салып жібердік, өздері түсіріп алып, өздері накладной сол. Қай қалаға? Талдықорған қаласына жібергенбіз, мектепке. Енді тендерда мынандай трамплин болып тұрады екен де, істеп жүрген маманда айына жоқ дегенде 2 рет бір 300-400 мың, бұл куш сияқты. Мысалы 100 мыңнан 300-400 мың міндетті түрде түсіп тұрады. Бұл бағыт бағдарды басқаша көру ма, или ізденіп жүрген кезде мүмкіндік ұстап алу ма, бұл міндетті түрде. Қаншама адамды көріп жүрміз, обязательно бір трамплиндер ұстап отыр. Ондай трамплин болды ма?
трамплинде болды иә бізде. Енді үлкен маржан, мысалы, аз суммадан үлкен маржан қанша болды? Аз суммадан. Жаңағы 90 мыңнан бөлек, Жақын арада количестводан біз бөлек. противогазға фильтр бар. Біз противогазды ұтып аламыз. Заказчикпен хабарлассақ бізге фильтр керек дейді. Сол фильтрді біз 2500 теңгеге сатып аламыз. Ол өзі біз ұтып отымыз приблизительно қанша 12500-ге ұтамыз ғой. 12500-ге оттыңдар, 2500-ге сатып Сатып алдық. 10 мың теңге. Қанша сатып? Противогазды бар 20 штук болған ол жерде. Ол да бір трамплин ғой, мысалы. 200 мың теңге үшін адамдар 2 айлап жұмыс істеуі мүмкін, Ресейде соны 15 күнде тауып жүрміз. 15 күнде. Бірақ ойлануға мұрша. Қарап отырасың еще зарплатаңа. Енді мынаны айтыңдаршы, тендерде ойлансаң 500 мың теңге тауып ала ма? Болады. Ойлансаң. Бір 15 күн іштеңке істемейсің, ойланып зерттейсің. Тауып ала ма? Болады. Ол негіз тендер өзіме ұнаған бағыт бұл. Өйткені сен бір фокусыңды бір товарға жіберсең, оны ұтасың. Үстінен қалып отқан маржаң мысалға 300 мың болса, 200 мың болса, сен уже ана жақта бір ай істеп 200 мың алдың ба? Сен 15 күнде сен 14 күннен дем алдың, 15-ші күні қатыстың, ұттың, все да, соны алып тұрсың да сен. Негіз. Жоқ, мынандай нәрсе, тендер деген шынымен ойланса, адам мүмкіндікті көп ашады да. Мен бұны былай айтып жүрмін. Тендерде 2 айда 800 мың теңге тауып болады. Сен 2 ай ештеңе істемейсің бірақ. Ойланасың, бірақ поражнай ойланбайсың, зерттеп ойланасың. Зерттеп, маржалы тендерді анықтап, сүзгілеп, қарап отырасың, тыңқ бір заказ аласың. Таза 800 мың теңге, ол айына 400 мың теңге. Бұл шынымен де мүмкіндікті ойланған кезде көретін бұл тендер саласы. Өйткені проблемасы тығып тұрған, артынан проблемасы кеп тұрған адамда ойлануға мүмкіндік жоқ. Сол үшін адамдар күнкөрістің артынан кетті. Күнкөріс тиімсіз ба? Әрине. Топырлау деген состоянияны мидан шығарып тастадық. Біз ақшаға деген блоктарды алып тастап отырмыз ғой. Ақшаға деген шектеу жоқ, біз кете береді. Ақша қандай адамға келеді енді? Примерно қазіргі болжамдарым бойынша. Ақша енді ізденісте жүрген, әрекетте, бесекетте жүрген адамға келеді жалпы. Сен уже жасап жатсың, әрекет соған қарай келеді. Сеніммен жасалған қадамың арты келіп отырады. Тендерде ол сеніммен әр проблеманы күнделікті шешіп отырасың. Енді бізде алдыда қазан, қараша, желтоқсан. Бұл 3 ай трамплин айлары. Заказ көбейеді, қабылдау жылдам болады. Қабылдау жылдам болады. Заказчиктер тіреп тұр. Бюджет жабу керек. Жаңа жылға дейін нақты міне 3 ай бар. Жаңа жылды қанша миллионмен қарсы алуларың? Алла бұйыртса енді 3 миллион, 4 миллион жаңа жылға дейін. Точный цифр. Негізі мы тұрақтылықты емес, точный цифр жақсы көреді. 3 миллион. 4 миллион мәлір. 4 миллион. Таза жаңа жылға. Алла бұйыртса. Таза жаңа жылға. Айына миллион теңге ғана ма? Енді айына миллион теңге емес, ары не қыламыз ғой, план қыламыз ғой. Енді мынау енді трамплин ай деп. Айына миллион таптық па осы ай? Значит, келесі ай 2 миллион табамын дейміз. Жоқ, сен өзің сентябрь миллион 8 жауып тұрсың. Ар жағында әлі 3 айың бар. 1,5 миллион қайтып жабамыз. Құдай қаласа. Негізі цифрды асырып қою керек. Өзіміз сенбеген цифрдан 30% асырсақ, біз міндетті түрде жетеміз. Мысалы, 2 миллионға шамаң жетпей тұр, сен алдында 2 миллион 700 мың. Бұл айына үшін. Бұны үшін 3 айға көбейтесің. Осындай нәрселер расчет жасай алсақ, біз ар жақ бер жағынан точно келеміз. Енді Мың Батырдың лидері болып жүрсіңдер. Қаншама адамға қазір үлгі болып, көмек болып жатсыңдар. Негізгі адамдардың проблемасы неде? Негізгі адамдар проблемасы көбісі товар зерттеумен білмейді, қай жақтан алуды. Соған қолымызға келгенше бір көмек сұрап келген, біз көмек береміз қолымызға келгенше. Қолымыз келгенше былай. Осы товарлар көбісі мен мысалы Ресеймен неме қыламыз, айматса қыламын. Ресейдің товарлары аламын. Саламат Мырзаға біраз кісіге Ресейден товар алдырып берген өзің, алдырып бердім. Бағыт бағдарын жақсы білесің Ресеймен жұмыс істеуді. Ресеймен жұмыс істеу қалай сөйлесу жақсы біліп оламын. Например, сізбен қалай сөйлесіп тұрмыз, олармен солай сөйлесуге тырысамын. Жақсы. Например. Тендерде енді универсалды мамандардың көмегі кез келген адам керек. Әсіресе Мың Батырда. Мың Батыр көмегіміз тегенше тиіп тұрды, короче. Мың Батырдың осы үшін де
құндылығы да кез келген адам проблемасын бір моментте шеше алады. Иә, сол мың батырдың құндылығы сол, бір бірімізге көмек беру былай. Бір жылдық опытты бір айда жинауға болады ма? Болады. Мың батыр жинауға болады. Өйткені расымен де мен жасайын деп тұрған нәрсені анау жасап тастаған. Үміт жасайын деп тұрған нәрсені Саламат аға жасап тастаған. Саламат жасайын деп тұрғанда бізде Жанат ханым жасап тастаған сияқты. Оны Мұхтарғали жасап тастаған. Тура сол сияқты біреу істейін деп нәрсені біреу істеп қойған, ол проблемасын жақсы біледі. Қалай істелген шешімін жақсы біледі. Сол үшін шешімін айта салады, ол өз басындағы шешімін тез шешіп кетеді. Сол үшін де мың батыр құндылығы. Әр қазақ мың батырда болу керек. Ондай болса, жастар, Үміт, Мұхтарғали, рахмет келгендеріңе, сұхбат бергендеріңе. Болашақта табыстарыңды жоқ дегенде 2 миллионнан жоғары қылыңдар. Иә, Бұның қадамы тек қана сенім ғана, білесің. Иә. Мост жағып жіберіңдер, вариант жоқ. Ол бәрін алға қойын. Деңгей деген нәрсе бар, адам өзінің деңгей қалыптастырса, одан түспеу керек. Болды, ол сенің деңгейің емес. Өйткені өзім де стройкадан солай кеткен болды. Мен осыны істемеймін. Өйткені баста ми жоқ, не көмек береді. Адам жоқ, сонда да 40 күн жаяу жүріп, алғашқы объемды өзім тапқан кезінде. Істемеймін десе, ол принцип, істемеймін. Болды. Деңгей деген қалыптастырып алдым ба, одан түспеу. Солай ғой? Иә. Өйткені солай ғана біз өз деңгейімізді өсіре аламыз. Өйткені бізді жай ғана ешкім мойындамайды. Солай ғой? Біз өзіміз мойындаған кезде ғана бізді мойындай бастайды. Сол үшін сәттілік, бақтарың жана берсін, тендерда мүмкіндіктерді көре беріңдер. Маржал тендерларды басқаша көріңдер. Мың батырға келген адамдар білмеймін, нестандартный мышление қалыптастырып алады көбісі. Кім мың батырда жүріп, ерекше ойлау форматын қалыптастырады. Ол ерекше табыс көзін көру деген сөз. Барлықтарыңызға сәттілік. Біздің тендер жаса YouTube арнамызға жазылып қойыңыз, бұл арнаны таратыңыз. Кез келген қазақ баласы тендерден өз үлесін алу керек. Байса қазақ байсын. Барлықтарыңызға сәттілік. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар.